Сәлем, мен кайф ұстаймын. Сағат түнгі 12, аяқ астынан болып қалған жағдайлардың кесірінен видеомды екінші рет жазып жатырмын. Бүгінгі видеомен өзіме қойған сынағымды, челленджімді аяқтаймын деп жариялаймын. YouTube'ке енді келіп уже кетейін деп жатырмын ба? Жоқ, дәл қазір осы 9 күнде алған тәжірибемен бөлісіп, барлығын түсіндіремін. Және видеоның соңында менің келесі сынағымды жариялаймын. Ондай болса кеттік. Алғашқы видеомда айтқанымдай, ұйқысыз түн ортасында өзіме қиын сынақ қойдым. Сынақты ешқандай ақтау іздемей орындаймын деп шештім. Екі каналға күнде бір видеодан салып отырамын дедім. Сол түнде ақыры ұйықтай алмай, таңғы 6:30-да тұрып, түнде әзірленген күн тәртібі бойынша жұмысқа кірістім. Кешкісін алғашқы видеоларымды жүктеген кезде ерекше бір сезімде болдым. Бір үлкен қадам жасағаныма өзім сенбедім. Содан бері бүгін 9-шы күн, яғни бүгін таңертең 17-ші осы және ағылшынша 18-ші видеом шығады. Каналдарды ашып, видеолардың тізіміне қарасам, әжептәуір жұмыс жасағанымды түсінемін. Екі түрлі аудиторияға, екі тілде, идеясы бірдей видео жасаған кездер болса да, айтарлықтай айырмашылықтары болды. Бір видеода айтпағанды екінші видеода айттым, немесе керісінше. Менің ойымша видео жасау кезінде менің миым қазақ және халықаралық аудиторияның сөйлеу мәнеріне, менталитетіне және тағы басқа факторларға бейсаналық түрде мән беріп, жазған сценарийларыма әсер етті. Жалпы айтқанда қызық тәжірибе алдым. Түнде кеш жатып, күнде түске дейін ұйықтайтын адам болған едім. Күніне аз жұмыс істеп, бос жүретін адам едім. Сынағымды орындау үшін күн тәртібін жасап, осы уақытқа дейін ерте тұрып жүрдім. Ал енді неге бүгін сынағымды аяқтаймын деп шештім? Осы шешімге итермелеген екі басты фактор бар. Біріншісі, мен өзімнің шынайы армандарымды, мақсаттарымды ұмытқан сияқтымын. Өзімнің кім екенімді ұмытқан сияқтымын. Өзімнің кім болғым келетінін ұмытқан сияқтымын. Мені ата-анам 3-4 жасымнан бастап өте қарқынды дамыта бастады. Яғни жазуға, оқуға, арифметикаға, сағат тілін білуге және қазіргі таңда менің өмірімдегі ең маңызды нәрселердің бірі музыкаға баулай бастады. Музыканың менің өмірімдегі рөлі сол кезде ән айтудан басталды. 6 жасымда домбыра үйірмесіне берді. 4-ші сыныпта мені музыкалық мектепке берді. 13 жасыма дейін дауыс мутациясы басталғанға дейін әнмен айналысып, түрлі сайыстардың жеңімпазы атандым. Медет Есбергенов деген ағам бар. Қазір Алматы облысы Сүйінбай атындағы филармониясының Мұқан Төлебаев атындағы халық аспаптары оркестрінің дирижері. Менің 11 жасымда сол ағам Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында домбыра мамандығында оқып жүретін еді. Мені компьютерде музыка жазу ісімен таныстырды. Миымда кәдімгідей бум болып, студиясыз үйдің өзінде компьютермен музыка жазу болатынына таң қалғанмын. Содан бері сол істі тастамай өзім хобби ретінде алып жүрдім. Жаныма ең жақын іс сол болды. Қандай музыка жазатынымды білгің келсе, өткендегі видеолардың бірінде мен өзімнің кейбір туындыларымнан ойнаған диджей миксімен бөліскен. Тыңдап көрмеген болсаң, мына жердегі сілтеме арқылы өте аласың. Не болмаса, мен видеоның аяғында бекітіп қоямын. Музыканы машинада, не болмаса, үйде тыңдаған ол бір бөлек. Ал ашық алаңда сол музыканың құлағың тұрмақ, денеңнен өткенін сезу нағыз ғанибет. Менің армандарымның бірі халықаралық деңгейдегі диджей болу. Дүние жүзін шарлап, өзіңнің музыкаңмен адамдарға эмоция сыйлап, денелерін түршіктіріп, қимылдатқызып, кайф сыйлау. Ал кайф сыйлау үшін бастысы өзің кайф ұстауың керек. Атымның кайф ұстаймын болуы да сол философияға байланысты. YouTube канал жүргізуден кайф ұстамаймын деп айта алмаймын. Тек осылай өзімді қинап емес, кайф сыйлайтын күйде жасағым келеді. Жақсы, енді екінші факторға көшейік. YouTube'та канал жүргізу үшін көп ресурс керек. Ең басты ресурс уақыт. Тіпті время деньги деген сөздің әдеттегі мағынасын осы жерде қолдана алмайсың. Себебі ақша уақыттың қасында ойнамай қалады. Ақшаң көп болып, қымбат жабдықтарға, бір жерге ұшуға, барып келуге, не болмаса басқа бір масштабты идеяларыңды түсіруге, жарнамалауға және тағы басқа нәрселерге жұмсаймын десең, бірақ уақытың болмаса, ойларыңды іске асырмайсың. Керісінше, уақытың көп болып, бірақ ақшаң тығыз болса да, ойларыңды сен қолыңда бар нәрселермен, не болмаса біреуден алу арқылы, әйтеуір бір жерден мүмкіндік іздеп, қалай да болса дегеніңе жетесің. Ал енді менің жағдайымда уақыттың тығыздығынан мына салалар зардап шегеді. Біріншісі ұйқы. Ұйқың жаман болса, көңіл күйің дұрыс болмайды. Таңертең тұрғандағы бірінші ой, мынаның бәрін не үшін бастадым деп мәңгіріп тұрасың. Әрине, жуынғанда біраз енді есіңді жиып аласың, бірақ ол біраз уақытқа дейін ғана. Отыра салып, бірден істеуге зауқың жоқ. Өзіңді жұмысқа салып,
бірдеңе жаза бастағанша дейін ештеңеге зауқың жоқ. Одан кейін ұйқы дұрыс болмаса, энергия жоқ. Ойың жинақы болмайды. Жұмыс қарқыны бәсеңдеп созылып кетеді. Ұмытшаққа айналасың. Қарап назарыңды басқара алмай қаласың. Екінші зардап шегетін сала ол өмірдегі басқа жұмыстар. Біріншіден оқу. Осы видеоның шыққан күнінде университетте 2-ші семестр басталады. Одан кейін жақындармен қарым-қатынасқа уақыт табылмайды. Көрісу тұрмақ, тіпті сөйлесудің өзі мәселе болып кетеді. Музыкалық шығармашылығымды айтатын болсам, ол тіпті айдалада қалды. Үшінші сала ол денсаулық. Біріншіден психикалық денсаулық. Стресс. 24 сағаттың 6 сағатын ұйқыға дейік, 16 сағаты жұмысқа, қалған 2 сағаты сенің бос уақытың болып табылады. Бұл енді мінсіз жағдайда. Осы 9 күннің ішінде ондай жағдай бір-ақ рет болды. Қалғанында ұйқыға 6 емес, одан да кем сағат болды. Бос уақыт болса бол, болмаса болмады. Өмірің жұмыспен өтеді. Ойыңның бәрі осы жұмыс. Түсіңе де кіреді. Төртінші сала ол контенттің сапасы. Өзіңе сөз беріп қойып, сынақ қойғаның үшін ғана видео жасаумен айналысқанның сапаға үлкен кесірін тигізеді. Шаршағаныңды білдіртпеуге тырысасың, бірақ бәрібір көрініп тұратын сияқты. Солай ғой. Аяғында өзіңнің жай адам екеніңді, машина емес екеніңді ұмытып, жұмысты бітірсем болды деген оймен стрессте отырасың. Кайф ұстағанға ұқсамайды, солай ғой. Кайфты тек видеоларды бітіріп, жүктегеннен кейін ғана, не болмаса келесі күні сол видеолардың астындағы комментариялардың кейбірін оқып, сол кезде ғана ұстайсың. Препродакшн деген әңгіме бар. Менде 1,5 сағат бар оған. 1,5 ракурстар болсын, тақырыптар болсын, локациялар болсын, музыка таңдау болсын, эпизод қып түсіретінін бар ма, концепттар ма әртүрлі. Сол сияқты көп нәрсені сол сияқты көп нәрселерді ойластыру үшін уақыт керек. Коллаборация тіпті онлайн түрінде ол мүмкін емес. Каналдың толық көрінісін ойластыру керек. Қандай логотип, қандай шапкасын жасайсың, сәлемдесу, қоштасу амалы, контенттің өзінің стилі деген сияқты көптеген бөлшектер бар. Соны ойластыруға да уақыт керек. Бесіншіден жеке бренд. Жеке брендіңді дамыту үшін сен тек қана YouTube'да отыруың керек емес, оған қоса басқа да әлеуметтік желілерді де жүргізуің керек. Мен үшін мысалы Instagram және TikTok. TikTok өйткені музыкантпын. Ал енді Instagramға қарайық. Бүгін 9-шы күн. Instagram каналымда не бар? Түк жоқ. TikTok. Оны тіпті бастамадым да. Аккаунт жоқ. Осы екі әлеуметтік желіні жүргізу үшін әрқайсына жеке стратегиясын ойлап табу керек. Оған да уақыт керек. 6-шысы жұмыс. Егер маған біреу осы жасап жатқан жұмысым үшін бірден ақша төлеп жатса, қазіргі кезден ақ, мен мүмкін ары қарай да жасай беретін едім. Әзірше каналым жап-жаңа. Ол да кейін табыс көзіне айнала алады. Ол үшін жұмыс істеу керек. Бағана айтқанымдай, YouTube'ты тастамаймын. Тек оған уақытымды басқаша бөлетін боламын. Ал енді видеоның басында айтқанымдай, осы бір кезеңімді бітіріп, келесі кезеңге көшемін. Осы сынағымның бірінші кезеңінің соңы дегенім видео салуды тоқтату деген сөз емес. Тек оның күнделікті шығуы немесе күнде 2 видео болып шығуы шарт емес. Ендігі назарым музыкаға ауысады. Себебі менің ең басты өмірлік ісімнің диджейлікпен және электронды музыка жазумен байланысты болғанын қалаймын. Сондықтан келесі сынағым да, видеоларымның көбісі де тікелей музыкаға байланысты болады. Ал енді кезектегі сынағым, челленджім, жаңа кезеңді ашатын ісім, ол аптасына бір толыққанды барлық жұмысы біткен трек шығару. Осы жолы сынақтың менің уақытымны толығымен алғанын қалаған жоқпын. Ендігі аптада келесі контентімнің қандай болатынын, әлеуметтік желімді қалай жүргізетінімді, менің музыкалық шығармашылығымнан кайф ұстайтын, музыкалық арман мақсаттарыма бірге жетуге көмектесетін, адал аудиториямды қалай табуға болатыны, және тағы да басқа көптеген заттарды ойластыратын боламын. Жолым түзетілді, уақытым босады, енді жаңа кезеңге қадам бастым. Келесі кезеңде кездескенше. Мен кайф ұстаймын. Ал сен кайф ұстайсың ба?